Ал Жамбыл облысының Мойынқұм ауданының жастары соңғы уақытта тау-кен саласын меңгеруге бет бұра бастапты. Аграрлы өңірде жастардың көбі бұрын ата кәсіпті жалғастырып мал бағуды құп көретін. Мамандық таңдаудағы жаңа бағыт Ақбақай кен байыту комбинатының қызметімен байланысты екен. Дәл осы өндірісте Қазақстан қорын толықтырып отыратын алтын өндіріледі. Әріптесім Нұржан Мергенбай комбинатқа барып алтынның қалай өндірілетінін өз көзімен көріп қайтты. Нұрсұлтан Мейірханұлы жаста болса ісіне жауапты, комбинатқа келгеніне көп бола қойған жоқ. Десе де, әріптестеріне талабы тауда екендігін дәлелдеді. 2014 жылдың аяғында жұмысқа кірдім ғой. 3 ай вагон итердім, қара жұмыс істедім. Өз-өзімді жұмыс барысында шеберлігімді, жаңағыдай способностьті көрсеткеннен кейін, осы жаққа тау-кен шебері болып, жұмыс жасап жатырмын. Бала күнімнен армандайтын, осы өзіміздің Мойынқұмның Ақбақайы бар, сол жерге оқу бітірем, сол мамандық таңдаймын, оқимын деп армандайтын. Бірінші арманыма жеттім. Қазір Нұрсұлтанның қол астында 25 адам еңбек етеді. Көбі талайды көрген кәсіби мамандар. Бірақ жас шебердің пікіріне құлақ аспау деген жоқ. Бригада мүшелері жақсы түсінеді. Еңбек өнімділігі командалық жұмыстың жемісі. Жалпы кәсіпорындағы жұмысшылардың 70%-і жергілікті тұрғындар. Жалпы енді оңай жұмыс жоқ қой. Әр жұмыстың өзінің қиындығы бар. Жұмысқа төзе білу керек қой. Әке-шеше мүшеде жұмыс істеген бұрын. Жолын жалғастырып, өз ауылға да жақын, ыңғайлы. Ауыр техника қазылған кенді фабрикаға тасиды. Ауыл жігіттері салмағы 40 тонна тартатын алып көліктердің құлағында ойнайтын болған. 1 тонна алтын алу үшін миллион тонна кенді өңдеу қажет. Біздің комбинаттың мүмкіншіліктері сол 1,5-2 тоннаға дейін бар. Ол енді жаңағы кендегі бар алтын құрамына байланысты. Осы алдағы 2016 жылға біз 1,5 тоннадай алтын өндіреміз деп, сондай үмітпен, сондай сеніммен 2016 жылды бастап отырмыз. Фабрикада бірнеше кезеңмен өнделген кен бірте-бірте бағалы металға айналады. Бұл осындағы 1000-нан астам жұмысшы. Нұрсұлтан мен Жандос секілді мамандар еңбегінің жемісі. Пожалуйста, 17 килограмм 550 граммов. Мұндай бір кесектің құрамында 83% алтын бар, қалғаны қоспа. Оны Астанадағы зауытта бөліп алады. Ал алынған таза алтын еліміздің қорын толықтыратын болады. Нұржан Мергенбай, Рауан Байгенже, қорытынды жаңалықтар, Жамбыл облысынан.